Туу, гол соғатын жер еді ғой. Дұрыстап жеу керек етті. Ей, Диана, не болды? Сен де ойнаған келіп тұрма футбол? Я, жүрсеңдерші қыздар, бізде қосылайық ойынға. Ой, қойшы, не істейсің жағаласып? Ойнасақ ойнайық. Біреу көрсе ұят болар, 5 адам бол футбол ойнап жүр екен деп. Бізде қосылайық ойынға. Ойнай аласыңдар ма? Конечно, ойнай аламыз. Альбарс не төрт бір сұрақ қойып тұрсың? Қыздардың футбол ойнаған қайдан көрдіңдер, ойнамайсыңдар. Вообще-то ойнайды, и тем более бұл полен сендерге арнап салмаған. Қыздар, билеріңді билеп, тиктоктарын түсіріп жүре беріңдерші. Сендердің бізге ойындарың керек емес. Асық сөйлеп жатырмын деп ойламайсың ба? Рас қой енді, сендер мында бізге кедергі келтіргеннен басқа ештеңе жасап жатқан жоқсыңдар, қыздар. Кедергі келтірген нес? Сендер қыздар деп бізді қатты менсінбей жатқан жоқсыңдар ма? Босатыңдаршы Полян, кейін билейсіңдер. Біз құп тұрсын ба сонда? Естіп көріп тұрсыз ғой, сұра бермесеш? Бөлініп араласқыларың келіп тұр, получается, да? Есть такой братишка. Той қыздар жүріңдерші, түсінікті бұлармен барлығы. Тепші маған дос. Кеттік. Ай! Өздерін көп алып жүр, мыналарын. Ұлдарға ренжіп отырмын, керектерін жоқ деп айта салғандарына. Тасташ соларды, өздерінше есеп кеткен түрлері шығар. Қыздар, ұлдарға сол керектерін көрсету керек сияқты ғой? Шапалақ па? Ол да жақсы вариант негізі. Көрсетейік оларға бөлінгеннің қандай болатындығын. Оны қалай көрсетесің? Кәдімгідей? Үйді екіге бөлеміз. Ұлдардың зонасы және де қыздардың зонасы болады. Әркім өз жерінде жүрсін. Келсе де деп ойлайсың ба? Әрине келіседі. Оларда басқа вариант жоқ. Қазір мен оларға жазам. Не істеп жатырсың? Қазір. Болды? Осы қыздардың не керегі бар деймді, оны өмірде тым пайдасы жоқ. Аяққа оратып атты жүрген. Жаңа айтпадың бен қыздар жанында тұрғанда осы сөздеріңді? Айтам, спокойно, бәрібір маған. Че там? Кім? Хадиджа жазып отыр. 15 минуттан кейін акт залға келдір, әңгіме бар дейді. Мыналарың Рамысқа шақырғандай күшейіп апты ғой. Бізді қорқадау деп ойлады шамасы. Мен кете берейін, я балдар. Че там, қорқып қалдың ба не? Жоға, просто қармашып кетті. Обед бәрімізге бір уақытта беріледі ғой. Соны айтам. Или все-таки қорқып тұрсың. Ой, жүріңдерші, барсақ барайықшы. Бірге бармаймыз ба не? Жүр, барамыз. Мыналардың келетін түрі жоқ қой. Қорқып қалғаншылар. Қорққанға қос көрінеді демекші. Біз олардың көздеріне қос-қостан көрініп жатқан шығармыз. Жоқ, қорқылапты. Че там? Айта беріңдер. Қат шақып қойсыңдар. Ұлдар, сендердің бағана 30 минут бұрынғы тірліктерің болмады. Все-таки бір үйдің балалары болғандықтан сендерден бізден кешірім сұрауға рұқсат береміз. Давайте. Опа, Samsung, Redmi, iPhone деп қоясың ғой. Сен сотка сататын адам болсай болмаса. Қоясаш. Короче, қыздар, біз шындық айтқанымыз үшін кешірім сұрамаймыз. Армандапсыңдар, олай болмайды. Короче, ұйықтап алсыңдар сендер. Может, сол кезде көретін шығарсыңдар түстеріңді кешірім сұрағанымызды. Олай болса, тыңдап алыңдар. Бөлінсек, до конца бөлініп кетейік. Сендер өз зоналарында, біз қыздар өз зоналарымызда жүре берейік. Потом, ертең андай-мындай біздің зонаға өтіп кететін болсаңдар, ұмыт кетпеңдер, сендерді сюрприздер күтетін болады. Бір осындай да бір кісі бола қалмаңдаршы. Шыңғыс ханың өзі таң қалады, шарына жер бөлігін көрсе. Кстати, тофиқтарың қайда? Ол қарны ашып кетіп қалған. Короче, қыздар, біз кешірім сұрамаймыз. Қалағандарын істеңдер. Давайте. Қыздар, зона бөлуді бастайық. Бастасақ.
ұлдар ужас. Қыздар кәдімгідей серьезно кетіп қалған ба не? Солай болып тұр ғой енді. Сонымен Джеги біздің зонамыз вообще қай жер болатын болды? Әне қыздар деп жазып қойыпты ғой. Сол қыздардікі походу. Мә мыналар немене біздің тамақ ішіп отыратын жерді алып алды ма не сонда? Болмаса басқа жерге отырсақ та. Сен не солардың қорқытқанына сенесің ба? Бәрібір бізге жүріңдер отырамыз. Айтам да, бұлай бөлінгеннен не пайда? Бөлінгенде бөр жейді. Бірақ олар да уже бөр жейіп қойған шығар. Қолдарынан дым келмейді бәрі. Не істей алады дейсің бізге? Сол. Оң қойыңдаршы, қапшы қашан әңгіме болады. Қарын ашып кетті деген. Қаштық. Сол ғой. Мә, айттым ғой сендерге отырмай қояйық деп. Жеп қалды қыздардың. Мыналарың соғысасайын деп жүр ма? Таза пайдаланғы ғой мынау. Байқамай тұрған жерден. Болмайды өйтіп Джеги. Өйстіп таяқ жеп жүрмейтін шығармыз. Өз ойнауымызда жүре берейік та. Может, сол кезде өзімізге дым болмайды. Мә, бірақ Тауфик везунчик екен. Дәл уақытына кетіп қалды ғой. Негізі біздің де жолымыз болады. Просто қыздарды аламыз да өзіміздің зонамызға кіргізіп аламыз. Атака жасаймыз. Че там? Тема ғой, тема. Что там, қыздар, дайынсыңдар ма? Иә. Оң жақтан бастаймыз, я ма? Кеттік. Қалай? Қайта оңға. мусорын жинап жүрсей. Қыздар, походу олар ақ жол көтеріп жатыр. Не жеп тұр? Әңгіме бар, вокзалда күтеміз дейді. Не айтар екен олар? Барып көрейік акцияға, сосын көреміз не айтатындарын. Кеттік ендеше. Жүріңдер. Осыларды қыз басымызбен біз ақ күтеміз де жүреміз осы, е? Соны айтам, телефондарын сағатын 15 минутқа артқа қойып беру керек бұлардың. Мама, бұл кім? Не болды сонша қорқып? Желден шығар? Мә, қыздар, біз алданып қалған сияқтымыз. Мыналар сыртымыздан іліп кетті ғой. Ой, бастарына келген осы ғана ма? Фантазиялар тек осыған ғана жеткен ба? Ой, бұл қыздар, біз қатты қарып қалдық, не істейміз? Телефон деген ғажап дүние бар ғой. Қазір Данияр мен Арман ағаға хабарласып, ашып жіберулерін сұрайық. Сөйтші. Рахмет ағалар. Кешіріңдер шегер, әуре оқып қойсақ. Қалай қалмап жүрсіңдер? Ой, ұлдар ғой. Ағай, біз деген қыздармен биге дайындалуға кетеміз спортзалға. Ауылдар болса футболға кеткен. Сөйтіп, есік абайсызда желмен жабылып қалды. Өтіріктеріңе сен көрейік ал. Бірақ келесі абай болыңдар қыздар, Сөз аға, рахмет. Жақсы ағай, Жақсы, байқап жүріңдер. Неге мені тоқтаттың? Ағаларға айтсақ тайға жеткен еді ғой. Той қыздар білесіңдер ғой. Ағаларға айтатын болсақ, мама біліп қояды. Ол кісі итак бізді де сендерді де ойлап уайымдап жүр. Өз арамызда қала салсыншы я осы әңгіме. Жарайды, түсіндім. Ұлдар кешірімнің орнына соғыс деген вариантты таңдаған секілді ғой. Қыздар, енді тек бірге жүрек. Өзіміздің территориямызда ғана жүре берек. Сөйтік, Кеттік анда. Кеттік. Жосқа от Джеги. Өздеріне сол керек. Бізбен ойнағысы келген, олардың қателігі. Қызық, олар әлі сонда тұр ма екен? Конечно, отырған шығар. Қолдарына не келеді дейсің олардың? Мә, мыналардың қолдарына бір нәрсе келген сияқты. Жаңа орындарың құтты болсын. Ұзақ отыруларыңа тілектеспіз. Әумин, рахмет. Жоты жерім. осымен бәрі бітті дейсіңдер ғой. Бұл әлі басы ғана. Абай болыңдар. Әр қадамдарыңды байқап қалсыңдар. Че там, Джеги? Болсақ тұрайық? Тұрайық. Мынау не тақ клей ма? Қойшы. Клей жапсып тағы. Қойшы.
не істейміз? Неге сонша мәз болды десем, осылардың ісі екен ғой. Мен кесірім жеге әумин деп айтпай ақ қойыңдар. Қоя салшы болды, не істейтін болды? Ағаларға звондаймыз. Олардан басқа ешкімге айта алмаймыз ғой. Иә, звондашы, Рахма. Амангел. Бір, екі, үш. Кім мынаның бәрін жасап жүр? Сендерді плотно жабыстырып тастапты ғой, ә? Ой, қыздар ғой жасап жүрген бізге ерегесіп. Не болды өзі? Айтыңдаршы дұрыстап. Короче, аға, қыздармен сөзге келіп қалдық. И екіге бөлініп кеттік. Енді олар тек өз зонасында, біз өз зонамызда жүреміз. Бөгде зонаға кіруге болмайды. Біздің кезімізде бөліну деген атымен жоқ еді. Сендер бауырсыңдар ғой. Бауырлар разве осылай бөліне ме? Қысқашы жігіттер, татуласыңдар. Жоқ ағай, өздері бастады ғой, өздері кешірім сұрасын. Түсінікті жағдайлар. Өздерің көресіңдер енді. Дәнші деймін де. Біздің кезімізде бұлай бөліну деген болған жоқ қой. Бөліну деген қазақтың қанында бар ғой. Бірақ әлі бұлар бала ғой. Балаға жарасады. Бірақ бұлай болмайды. Бастарын қосып татуластыруымыз керек. Мүмкін бар ғой. Олармен бөлек, қыздармен бөлек сөйлесіп көреміз. Давай да. Түсініп қалар. Сөйлесейік жүр. Жүр кеттік. Жоқ. Ну неге солай айтасыңдар, а? Бауырларың емес пе? Соны айтам. Болмайтын нәрсеге арыздасып. Болмашы нәрсе емес. Олар бізді ренжітті. Аға, біз татуласпаймыз. Олар өздері бірінші бастаған. Бірінші өздері кешірім сұрасын. Тырыспай қойыңыздар, біз татуласпаймыз. Соны айтам, біз татуласпаймыз. Иә. Мынау уже күйге келмейді-ау. Менікі де лақтыратындай болып тұр. Ё-мое, қалай отырып қалғанбыз, қалай байқамай қалдық. Соны айтам, кішкентай бала сияқты чупа-чупс қалданып қалған. Еще ағалар да татуласайық деді ғой. Болды енді беттеріне де қарамайтын болдым. Не ол, не деп жазылып тұр? Сендер ренжіп жүрсеңдер, үйдің іші босап қалғандай деп жазыпты. Осылай кешірім сұрағысы келе ма не? Біз қыз бетік бұндай қалданатын? Өздері бірінші болып бастаса кешіре салайық та жеге. Жоқ, ойламаңдар да жондайды. Просто барамыз да мына қағазды алып өздеріне береміз и все. Дұрыс айтасыз, кет. Сендер ренжіп жүрсіңдер. Үйдің іші босап қалғандай. Жаным, ой. Ема? Ұлдар жазған ба? Басқа кім деп ойлайсың? Жоқ, олар емес. Олар болғанның өзіне мүмкін емес. Мүмкін кезекті қақпандар шығар. Ема, точно. Соны айтам. Дұрыс айтасыңдар, қыздар. Бізге олардан ешқандай хат керек емес. Жүріңдер өздеріне апарып тастайық. Может, шын ниетпен жазған шығар? Ай, күмән бар, олар шын ниетпен жазады дегенге. Не істеп тұрық? Жүріңдер өздеріне апарып берейік. Жүр. Кеттік. Мына двор кімнің зонасы екен, қызық? Бұл жер ортақ территория. Чё там? Хат жазғанша бетімізге келіп айтпадыңдар ма? Ойбай, сендер айтпай ақ қойыңдаршы. Тағы да бар ойлап тапқан алаларын шығар мынау. Ой, айла деп столға клей жаққан жауыздар айтпа қойсыншы. Өздеріңе сол керек. Сауып қайта. Қайсың жазған? Сендер ренжісеңдер үйдің іші босап қалғандай деп. Жоқ, сендер емес па бұның бәрін жазып жүрген? Неғып бізден сұрап тұрсыңдар? Тоқта, сонда сендерге де солай жазған ба? Иә, міне. Иә, жазған қолдарына шейін бірдей. Бұны бір адам жазған болып тұр ғой, екі жаққа да. Кім екен жазған? Бірақ сендер қосыңдар ғой, әдейілеп, арнайылап, дайындап жазған шығарсыңдар. Я, біз ренжідік сендерге. Бірақ енді бұлай істейтіндей емес. Біздің де татуласқымыз келіп тұрған шамалы. Тоқтаңдаршы, осы сендерге Арман аға мен Данияр аға келмеп пе еді? Келді. Ачо не болды? Осының бәрін солар жазған сияқты. Ой, қойш. Ол кісілердің басқа айналысатын тірлігі жоқ дейсіңдер ма не? Енді келіп бізді татуластырғысы келген жалғыз адамдар солар ғой. Сол өздері осылай бізді татуластырғысы келді ау. Онда
қолдан ешесі келмеді. Давайте. Білесіңдер ғой біздің территорияға кірсеңдер не болатынын. Қыздар мен тату асатын шанс болып еді әжеге. Шанс болды ғой, бірақ бәрі құртқан өздері ғой. Үстіп, сонша тәпіштенуге болмайды ғой. Болды, ұмытыңдаршы. Өзіміз отырып не істемейік па? Екі жақты түбегейлі қарсы ол. Может, араласпай қоймыз? Қумаш. Онда неменеге аға болып жүрміз? Ең не істе дейсің маған? Ойланайық. Оларға ең жақын адам кім? Енді оларға да, бізге де ең жақыны. Мама ғой негізі. Вот. Маманың сөзін тыңдайды ғой. Мама оларға татуласыңдар деп айтпай-ақ бәрін көзбен түсіндіреді ғой. Бірақ мама и так өзі ойдың үстінде жүр. Бұны айтсақ, вообще көңіл күйі түседі ғой. Онда маманың атынан тапсырма берсекші. Қалай сонда? Дайындаласыңдар, жарысқа қатысасыңдар деп. Сосын? Сосын жарысқа қатысады. Дайындалады, бір команда болады. Мама бізге айтты, олар дайындасын деп. Олар дайындалады. Дәлші дайындық барысында өздері араласып кетеді? Е? Бәрін маманың атынан шешеміз. Красавчик, Данчо. Білдім ғой мен сен осындай ақылды екеніңді. Біліп жүрсе бауыр. Кеттік пе? Кеттік. Хаджа қайда? Қарны ашып кетіп қалды. Тауфик сияқты ма? Короче, әңгіме былай. Бірақ сразу айтайын, бұл біздің емес, маманың сендерге айтты деп жібергені. Скоро жарыс болады. Содан бір команда шығару керек. Эстафета. Жақсы ағалар, қарастырып тұрмыз ғой. Былай бірден көнеді деп ойламадым. Мен де. Біз қыздар бір команда болып шығамыз. Ұлдар, біз бір команда болып шығамыз. Онда қатыса алмайсыңдар жарысқа. Бұл байқау деген ортақ ұжымға арналған. Ағалар, бізді неге алдап тұрсыздар? Не? Кім? Данияр ма? Қой, мен қашан алдым? Ұлдармен бізге бір уақытта хат жазып тастап кеткен сіздер ғой, мойындай салсаңыздаршы. Айтпаса да аңызат қой. Сіздерден басқа ешкім біз татуластырғысы келмейді. Сіздер ғой бізді татуластыра барғыңыз келіп жүрген. Не хат? Кім жазды? Біз жаз деп тұрсыңдар ма? Олар асық шешім қабылдамаңдар. Біз даже сендердің не айтып тұрғандарын түсініп тұрған жоқпыз. Сендер ренжіп жүрсеңдер, дүніші бос болып қалғандай. Таныс сөздер емес пе? Әдемі айтқан екен, Базар жоқ, әдемі айтқан. Бірақ енді дәл бұндай әдемі сөздер біздің ойымызға кіріп шықпайды. Жарайды, мақұл, менің ойыма кіріп шығады. Арман ше, вообще түсінде көрмеген ондай сөздерді. Жоқ, ағалар, сіздер болмасаңыздар енді кім? Білмейміз кім екен. Білгенмен бір нәрсе өзгере ма? Сендер қазіргі маманың жағдайын білесіңдер. Үйдің сатылатынын да білесіңдер. Осындай жағдайда бірге болмайсыңдар ма қайда? Естерінде болсын, бөлінгенде бөрі жейді. Кім жазса да сендер уже бірігіп тұрсыңдар ғой. Біріккеннің арқасында бізге қарсы шығып тұрсыңдар. Байқайсыңдар ма? Бұлай бір-біріңе ренжіп жүре беретін болсаңдар, ана үйді тартып алғысы келіп жүргендер талап жейді ғой сендер, талап жейді. Сондықтан қазіргі жағдайда маманы ойлап бірігіңдер. Жігіттер, қане тез-тез кешірім сұраймыз. Давай, татуласамыз тез. Ренжімеңдер, қыздар. Қателік бізден бұл. Қыздар, мен кешіріңдер. Егер қатты айтпағанда бұның барлығы болмас па еді. Сендер де кешіріп қойыңдар, сонша суық болғанымызға. Ағалар дұрыс айтады. Ұрыс керістен де артық басқа дүниелер бар. Соларды ұмыт кетпейік. Біз біріксек, бізді ешкім де жеңе алмайды. Үйімізде де тартып алмайды. Жандарым. Міне, осылай жасасаңдар дұрыс қой. Бәріміз біріміз үшін, біріміз бәріміз үшін деген сөз осы жерден шығады. Айтпақшы. Тағы бір нәрсе қалды. Не нәрсе? Мына жерді жинастыру. Шашылған шар, скотч, қағаз, клейдің барлығын жинаңдар. Чо күлмейміз? Татуластық қой, веселе, көңілдірек. Давай, жинаңдар. Біз кеттік.
ағаларымыздың айтқан сөздері қандай жақсы болды, я? Біздікі расмейде дұрыс болмаған екен. Главное, мама білмесе болды бұл жайында. Жоқ, бірақ сендерде әлі сұрақ тұрған жоқ. Ана хаттарды кім жазғанында, егер де ағалар кім болса. Сендер не істеп жүрсіңдер? Біз сол үйдің тазалығын келтіріп жүргенбіз, бәріміз бірге. Жандарым, сол мен сендермен мақтанам. Мам, біз үйге қарамай кеттік деп ренжіп жүрген жоқсыз ба? Жоқ. Қалай ренжим? Сендер ренжіп жүрсеңдер, мына үй бос қалғандай ғой. Мамау, сізді қатты жақсы көреміз. Жандарым. Егер ұнаса төменге комментарий жазып кет, және біздің каналға тіркелуді ұмытпа. Сен, сен, дәл осы балалар сияқты мен бірге киноға түскің келе ме? Ендеше төмендегі байланыс нөмірге хабарласыңыздар. Жарық синема өнер мектебі сіздерді күтеді.